Достар, бізде сигнал. Қараңыздар достар. Бәрекелді. Ё-моё, бәрекелді, қараңыздар достар. Қараңыздар. Керемет табыс бізде. Ура! Наконец-то бүгінге алғашқы тиынымызды қараңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз қаламыздан 5 километр жердегі жобамен 5 километрдей жерде ескі ауылдың орнын таптым. Сол жерге қазір нота макро деген дамен ассансерге бара жатырмыз. Және бізде сағат қазір 6-дан асты, кешкі сағат 6-дан асып тұр. Мен жұмыстан келдім, шай тамағымды іштім да, енді кешкі серуенге металлоискательімді алдым да шығып кеттім Қазыназерге. Қазір көреміз алдағы уақытта не табамыз, соның бәрін түсіріп отырамын. Қороттай лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылып отырыңыздар. Ал жайғасып отырмаңыздар, ал біз осыған бастаймыз. Мен жол дірілдеп жатыр. Отыр жолмен айдап баратырмын. Міне достар. Көріп тұрған болсаңыздар, міне осындай жер. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Міне осы жерге келдім. Қандай жер десеңіздер, міне. Онда шашылған фундаменттің тастары жатыр, міне. Көне тастар. Және біз бүгін Нота Макро The Legend аппаратымен Қазыназерге кірісетін боламыз. Және қараңыздар, уже мен қолданбағаныма бір айдың шамасы болып қалды. Уже шаң басып қапты, міне. Бүгін осылай кешкі салқынмен қазір серуендеп қайтатын боламыз металлоискательмен. Мына машинаны мұнда қойып кеттім. Қазір қызықты табыстар болса, бірге тамашалайтын боламыз. Қосылды. Поля режимінде іздейік. Поля режимі чувствительность 29 где-то. Қара темірді өшіріп тастадық. Бұл помех жүргізу үшін жерден шамалы көтеріп ұстау керек. По-моему. Что-то біреудің жылқылары жүр мұнда. Бес. Ал М3-ке қоя салайық сразу. Частотаны. Біз әлі баланс грунта жасамадық қой. Осын басып тұрып, бүйтіп жерге 4-5 рет түсейсіздер. Болды, дайын. Қазір мына жылқыларды өткізіп жіберейік. Артынша жерге кірісеміз. Мына тастарды қараңыздар, достар. Темір түстес. Достар, бізде сигнал. Алғашқы сигнал. Қазір қас көрейік, 30-ды көрсетіп тұр. Так, бір қолмен біз қазамайық кембіз. Қазылғанса. Қас көрейік. Қазір бір тексер жіберейік. Ё-моё, достар, қараңыздар. Аталып келе салысымен мынандай түседі деп ойламадым, қараңыздар. Мен өзімді қараңыздар қайтып түсіріп жүргенде. Мынау камераны осы қойдым. Мына мынау камераны қостым. Қараңыздар достар. Бәрекелді. Ё-моё, обал болыпты, ё. Әп-әдемі сақина қараңыздар. Көненің көзі оны. Қараңыздар. Бірақ мынау мен қазған кезде естімайсызды ма, или
өзі осылай майысқан ба екен, ол жағы белгісіз болып тұр да. Әйтсе әп-әдемі ақ сақина. Айта кетейін, бұндай жақтан көп сақина, ондай көп шыға бермейтін, бірақ бізге бірінші сигналдан сақина шықса, онда бүгін біз бір табысқа кенелетін сияқтымыз. Ал әрмен қарай жалғастырайық. Потолок әдемі. Қараңыздаршы. Бұны енді тазалап бірақ көрсету керек. Металы, бұның металы күміс болуы мүмкін ба? Тазалау арқылы білеміз. Қазір ештеңе көре алмаймыз. Негізі өзі майысқан сияқты ғой. Өйткені мынандай мен қазған болсам, мынандай бір жері қажалып сондай болып шығу керек еді. Бірақ мынау ешқандай ондай болмаған. Топырақ болып тұр міне. Майысқан жердің бәрі топырақ. Жалғастырамыз, керемет. Так. Әзірге таптанаш. Мерді уже күректен тартып кетіп жатыр. Ол әрмен қарай жалғастырамыз. Әрмен қарай жалғастырамыз. Достар, бізде кезекті сигнал міне, қараңыздар. Стабильно 18-ді көрсетіп тұр. Бұл бізде 18 деген уже төменгі сигнал. Фольга болып қалуы мүмкін. Немесе басқа да заттар болуы мүмкін. Қазір қазып көрейік. Бір тексеріп жіберейік аппаратымызбен. Қазып шығарған сияқтымыз. Көрейік. Майда зат сияқты. Жоқ, ілікпедік. Қазу керек сияқты. Тереңнен алып тұрған сияқты ғой. Что-то тереңде сияқты ма? Және де бұл бізде қараңыздар. Не тапқанымызда. Шмурдяк тақпайсың. Жоқ, бұл бізде күміс болып қалды мүмкін. Бірақ салма жеңіл. Латун болды мүмкін. Ашын бір дүние тазалап көру керек не болса да. Тағы да қолдақ кеуіп кеттім. Достар, бізде көлемді сигнал. Бұл жерде темір аралас деп тұр. Сигнал бойынша. Аз көрейік. Мына заттар сияқты. Міне, достар, қазанның сынығы. 18-ші, 19-ші, 20-ші жылдар аралығындағы қазан сынығы сияқты. Шойын металл. Значит, осы жерлерде үй болған. Достар, қараңыздар, бізде әдемі сигнал. Көрдіңіздер ме? Даже жердің бетінде де көрсетіп тұр. Қазір жаймен қазып көрейік. Және көрген сияқтымын, достар, потолок қараңыздар.
бәрекелді. Қараңыздар, не тапқанымызды. Қараңыздар. Тағы да сақина болса керек. Қазір қарай бір қақ жерек. Міне достар, қараңыздар. Бұл енді сақина демей енді не деп ойлайсыздар басқа. Тура нағыз сақина ғой бұл. Қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Міне. Қандай әдемі. Бұл тазаланған кезде сап-сары болып тазаланады. Алтын сияқты ажырата алмай қаласыздар. Әрмен қарай жалғастырамыз. Бізде ауа райы күшті болып тұр. Шамалы жел бар. Күнде қатты түсіп тұрған жоқ. Ауа райы күшті. Ал біз сіздерге әрмен қарай кірісейік. Осындай жер. Бұл жерде әлі ешкім жүрмеген бұл жермен. Аппаратпен. Мен бірінші рет жер өріп жатырмын. Достар, бізде кезек сигнал. Мына жерде бір түсініксіз сигнал болды. Бір рет күрекпен қаздым. Тағы қас көрейік. Бір тексер жіберейік. Мына кучаның арасында екен. Осының ортасында. Ал жаза кетейік. Не шығады деп ойлайсыздар? Және бұл бізде. Ұқты, қараңыздар. Ойу, өрнегі бар екен. Бір әшекей бұйымның сынағы болу керек. Қараңыздар, ойуын қараңыздар. Күміс болуы мүмкін, салмақты екен әжептеуір. Салмағы бар, кішкентай болса да. Қараңыздар. Достар, күн бізде мына жерге қалды. Күн батайындап қалды. Және бізде әдемі сигнал. 21 деген сигнал. Қазір қазып көрейік. Жер қаттыма болып тұр. Ал бір тексер жіберейік. Ал бір аударып. Арасында. Ал бисмиллах деп көрейік. Жоқ. Мынаның арасында жоқ. Мынаның арасында бар екен. Қолымызда. Жоқ. Бәрекелді, қараңыздар достар. Қараңыздар. Керемет табыс бізде. Ура! Наконец-то бүгінге алғашқы тиынымызды қараңыздар. Көрейік, бұл қай жылға тиесілі екен. Бұл бізде қараңыздар. 1941-15 копейка екен. Тура соғыс басталған жылғы екен. Қараңыздар достар. Керемет табыс. Значит, бұл жерде соғыс кезінде, соғыс уақыттарында шығарылған тиын.
Міне осы жерде осы тиындар жүріп жатқан кезде адамдар тұрған сияқты. Керемет. 15 коп 1941. Жаман емес, әдемі. Мен әлі осы жерде жүрмін. Мақпал легенда молодец. Бүгін бізге тиындар тауып беріп жатыр. Ал енді біз қазған жерімізді қайтадан көміп кетейік. Және де достар, айтқым келгені, біздің каналға жазылып отырыңыздар, лайк басыңыздар видеоға. Алдағы уақытта сіздерге картамен қалай жұмыс жасау керек, соның бәрін үйрететін болам. Сол себептен біздің каналға тіркеліңіздер. Тағы қызықты конкурстар болып тұрады арасында. Сол тіркеліп отырыңыздар, ал біз көбіміз жалғастырамыз. Достар, бізде күдікті сигнал. Мына қараңыздар. Біресе қара темір, біресе түсті металл қылып сигнал беруде. Қазір қасып көрейік. Не шыққан мүмкін. Және біздің сигнал жоғалды. Таптым. Бұл бізде міне гайка екен. Әрмен қарай жалғастырамыз. Достар, бізде кезекті сигнал. Міне осы жерден қазір. Бұл да бір түсініксіз сигнал. Қасып көрейік не болса да. Тексер жерейік. Алматта әлі. Тексер жерейік. Сигналымыз әдемі болып кетті. Қазір көрейік. Екен. Айбақ, қолым тікен кірді. Мына қараңыздар, не тапқан? Метеорит таптым. Метеорит. Десене. Қорғасын сияқты салмақты екен. Қазір бір жерге ысырып көрейік. Егер оңай ысырылатын болса, бұл бізде қорғасын. Қорғасын. Иә достар, қорғасын сияқты міне. Ақ қорғасын. Достар, міне мен жүрген жерімді орнымды ауыстырдым. Бағана анау арғы жақта жүргем. Бергі айналып осы жерге келдім. Міне қараңыздар, бұл жерде тастар бар. Және бізде бірінші сигнал бұл жақтағы. Осындай түсініксіз сигнал. Әртүрлі дыбыстар беріп, қазір қасып көрейік. Бір аударайықта. Бір аппаратпен тексер жерейік. Жоқ, мұның арасында емес. Бұның арасында емес. Осының арасында екен. Жоқ. Мұның арасында. Қолымызда емес. Мұның арасында. Ал, кәне. О, достар, қараңыздар. Бірінші рет бізде ондай болмаған. Пуговка, гирка деп орысша айтады. Қазақша кіртасы сияқты түйме. Қараңыздар. Бұрынғы түймелер осындай болған. Көрдіңіздер ме? Әдемі. Менде бұл бірінші рет коллекциямда. Бүгін қызық заттар табылып жатыр. Және бізде де уақытына азығын қараңыздар. Уже бізде кеш батып барады.
қазір тез жүріп өтемін осы жақтарды. Егер тағы да қызықты заттар шығатын болып жатса, онда біз келесі жылы тағы да осында келетін боламыз. Керемет, достар. Майда зат қайдан тауып беріп жатыр легенда. Міне 290 мың алған аппарат. Осындай майда заттар табуға жақсы аппарат екен. Ал егерде темір іздеуге арналған аппарат іздесеңіздер, онда бұл аппарат жарамайды темір іздеуге. Мен өзім қолданып көрдім. Темірге онша емес. Одан гөрі мультикрузер жақсырақ табады темірді, қара темірді. Ал егер нағыз темір іздеймін десеңіздер, онда 40-50 мыңға арзан аппараттар табылады темір іздеуге арналған. Ал қазына іздеуге нағыз осы аппараттар. Достар, мына сигналды көрсетпесем болмайды. Әдемі сигнал болып тұр бізде. Қараңыздар. 28-де әдемі қылып көрсетіп тұр. Қасып көрейік. Не шығып қалатынын. Міне осының арасында екен. Қазір алып көрейік. Бір бөлейік. Жоқ, қолымызда емес. Мұнаның ішінде жүр. Иә, достар, осының ішінде. Қазір бір бөлейік та. Бір бөлейік та. О, достар, бір нәрсе көрген сияқтымын. Қараңыздар, бұл не екен? Бұл не екен бізде? Бұл бізде не зат өзі? Ух ты, не елен ол? Үшін бір нәрсе таптық. Шмурдяк. Қоқыс. Қазақша қалай айтамыз? Қоқыс дейміз ба, не деп атаймыз? Осындай заттар тапқан кезде. Достар, мына сигнал түсірмесе болмайды. Қараңыздар. Әдемі 30-ді көрсетіп тұр. Қазір басып көрейік. Және де қатты тереңде емес, жердің бетінде деп тұр сигнал бойынша. Қазір иә, осы топырақтың арасында қолымызда екен. Жоқ. Осының ішінде. Жоқ. Міне, достар, бұл бізде тағы да шмурдяк. Достар, мен бұл жерден қайтатын болдым. Кеш батып бара жатыр. Қазір мына жолдан да өту керек. Әлі біраз жол жүрем. Жаман жолмен. Және дәу тастар бар, мынандай үшкір-үшкір. Солардан абайлап өту керек. Сонымен үйде табыстарымызды таза күйінде көретін боласыздар. Ал біз кеттік. Міне, достар, бүгінгі мені табысымызды мен тазаладым. Бізде міне осындай бөлшектер мыстан жасалған. Және де мынау латуннан жасалған осындай әшекей или бір нәрсенің бөлігі. Латун или қола екенін ажырата алмаймын. Және бізде міне қараңыздар, сақина сап-сары болып жылтырап шыға келді. Бұнда материалы қола немесе латун болу керек. Және достар, айта кетелік, мұнаның бетінде тасы болған болуы мүмкін. Сол себептен келесіде барған кезде осының тасын іздеп көреміз. Мына қараңыздар, бұның бетінде тас болуы мүмкін ғой. Және достар, мынау мыстан жасалған мына осындай сақина. Және бізде қызықты табыстардан осындай біздің коллекциямызға алғаш рет осындай
түйме келді. Бұны орысша гирка дейді. Қазақша қалай болады, комментарийға жаза кетіңіздер. Өте әдемі жағдайда. Және бізде міне қараңыздар, 15 копеек 1941 жылы шығарылған. Соғыс басталған жылы шығарылды. Және бұл 15 копеектің интернеттен іздедім. Бұл бізде материалы мельхиор екен. Осындай салмағы міне. Және бұл 150 рубль тұрады екен. Рубль 5,5 теңгеден 800 теңге болады екен. Яғни мынау тиынның бағасы 800 теңге. Қазіргі сатылымда коллекционерлерге сатсаңыздар болады. Міне, өте жақсы жағдайда тиынымыз. Бүгінге осы. Каналға жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де сау болыңыздар.